Тыныс жиілігін есептеу. Тыныс жиілігін есептеудің мақсаты жүрек қан тамыр жүйесінің қызметін, сонымен қатар науқастың жалпы жағдайын бағалау болып табылады. Көрсеткіштері науқастың жалпы жағдайын бағалау, қашта көрсетілімдері жоқ. Қажетті заттар бізге секундаймен керек болады, және 0,04 температура парағы. Іс-әрекет алгоритміне келетін болсақ, ең бірінші өзіңізді науқасқа таныстырамыз. Саламатсыз ба? Саламыз. Мен сіздің мергеніңіз Салтанат боламын. Қазір сіздің жалпы жағдайыңызды анықтауым керек, соған келісіміңізді бересіз ба? Пациентке өзімізді таныстырып алғаннан кейін пациенттің тыныш жатқандығына көз жеткіземіз. Егер пациент жүріп келген болса, оның толық тынышталуын қамтамасыз етеміз. Сонымен қатар пациентке сіздің тыныс алу жиілігіңізді өлшейміз деп айтпаймыз. Себебі, егер олай айтатын болсақ, пациентте нақты мәліметті ала алмаймыз, пациент өз қолымен тыныс алу жиілігін өзгертуі мүмкін. Сол үшін бір қолымызбен пациенттің пульсін анықтаған сияқты білегінен қапсыра ұстаймыз, секундометрді қосамыз, және де екінші қолымызбен пациенттің кеудесіне қоямыз. Егер әйел адам болатын болса, кеудесіне, ер адам болатын болса, құрсағына қолымызды орналастырамыз. Кеудесіне қою арқылы дем алуын қадағалаймыз. Бір рет демді алып шығарғаны ол бір болып саналады. Оны 30 секундта өлшеп, егер тыныс алу жиілігі ырғақты болатын болса, оны 2-ге көбейтуге болады. 30 секунд өтті. Мендегі пациенттің 30 секундтағы тыныс алу жиілігі 8-ге тең болды. Яғни осы 8-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда жалпы 1 минуттағы тыныс алуы шығады. Бұл пациенттің тыныс алуы 1 минутта 16 болып саналады. Ересек адамдарда қалыпты жағдайда 1 минутта тыныс алу жиілігі 16 мен 20-ны құрайды. Сонымен қатар оның жас аралыққа байланысты әртүрлі өзгеретіндігін есте сақтауымыз керек. Мысалы, жаңа туылған сәбилерде тыныс алу жиілігі 60 пен 80 аралығында болады. 1-2 жаста 30-35 рет, 5-6 жаста 25 рет, 10 жаста 18-20 рет, 14 жаста 15-16 ретті құрайды. Егер де тыныс алу жиілігі 16-дан төмен болатын болса, ол брадипноя деп аталады. Ал 20-дан жоғары болуы тахипноя деп аталады. Температура парағына тыныс жиілігін түсіру. Температура парағына қарайтын болсақ, оның төменгі жағындағы тыныс деген жазу болады. Сол жерге пациенттің қай кезде өлшеп тұрмыз, мысалға бірінші күн болатын болса, пациентте таңертең өлшейтін болсақ, сол таңертеңге осы алынған мәліметті тіркейміз. Мендегі пациенттің тыныс алу жиілігі 16-ға тең болды. Соны 16 деп жазып қоямын.